Егерде бетіңізге қара дақтар шығып, безеу көбейіп, әжімдерден құтыла алмай жүрсеңіз, осы тоник сізге арналады. Тоникті жасау үшін үлкен кесеге жарты кесе күріш саламыз және де жарты бокал су құямыз. Бірінші құйылған сумен күрішімізді жуып тастаймыз және артынан тағы да осындай мөлшерде су құямыз. Күрішті суымен жарты сағатқа қойып қоямыз. Күріш тұнбасы теріні майдан жақсы тазартады, тонусты ұстайды және дәрумендер мен минералдармен қоректендіреді. Әдетте теріге безеу шығуының себебі ұсақ тесіктердің бітелуі. Күріштің суы тесіктердің бітелмеуіне көмектеседі. Күріш тұнбасы тері реңкін ағартатын қасиетке ие және де пигменттік дақтардың алдын алатын құрал. Міне жарты сағатымыз өтті. Енді күріш суынан кішірек кесеге 2 ас қасығын құйып аламыз. Тағы да айта кететін жайт, күріш тек безеулерді кетіріп, дақтарды кетіріп қана қоймай, беттегі тері тесіктерін тарылтып, беттегі әжімдерді де жақсы кетіреді. Қалған күріш суын бір ыдысқа құйып, тоңазытқышта 1 апта сақтасаңыздар болады. Егерде бетіңізде қара дақтар көбейіп, безеу көп шығатын болса, осы күріш суына ешқандай да қоспай, күнделікті бетіңізге мақтамен 2-3 рет жаға берсеңіздер, ешқандай да зияны жоқ. Қайта тез әсер беретін болады. Ал егерде бетіңіз құрғақ болатын болса, күріш суына майсана майын болмаса, зәйтүн майын қосып берсеңіздер артықшылық етпейді. Негізі менің беттерім майлы, бірақ мен құрғақ беттерге көрсеткім келіп тұр. Менде зәйтүн майы, мен осы 2 ас қасық күріш суына 2 тамшы зәйтүн майын қосатын боламын. Болды, басқа ешқандай да қоспаймын. Сол күйінде бетіме мақтамен жағатын боламын. Бұл тоникті бетке жаққан соң ешқандай да жуудың қажеті жоқ. Тониктан кейін бетіңіз жұмсарып, өте керемет сезімде боласыз. Бұл тониктің әсерін бірден байқауға болады. Егерде зәйтүн майы болмаса, басқа да майды қоссаңыздар болады. Мысалы, кокос майы болмаса, майсана майын қоссаңыздар болады. Егерде тониктан кейін бетіңізді жуғыңыз келсе, жуып тастаңыз. Одан кейін күнделікті қолданатын креміңізді жақсаңыз да болады. Достар, бұл тоник өте қолжетімді және де күріш барлығымыз немізде бар, дұрыс па? Сондықтан бұл тоникті ерінбей жасап, тоңазытқышқа сақтап қойыңыз және де күнделікті жаға беріңіз. Сонда сіз өте керемет бетіңіздегі өзгерісті байқайтын боласыз. Базардағы қымбат тониктерді сатып алғанша, осылай қолмен жасап қойыңыз. Бұл тоникті жасауға ешқандай да қаражаттың қажеті жоқ. Сіздерге видео пайдалы болды деген ойдамын. Егерде ұнап жатса, менің видеома лайк басып, комментарийға өз пікіріңізді жазып кетіңіз. Және де менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыз.